Балалар, географиялық зерттеулер жүргізудің өзіндік әдістері бар. Бүгін сабақта біз географиялық мониторинг әдісін қарастырамыз. Тақырыпты зерттей отырып, сен не істей аласың? Географиялық мониторинг әдісі не екенін түсіндіруді, зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдісі элементтерін қолдануды үйренесің. Алдымен анықтаймыз. Мониторинг дегеніміз не? Географиялық мониторинг қандай мақсатта жүргізіледі? Бұл ұғым 20 ғасырдың 70 жылдарында қолданыла бастады. Және оны қоршаған орта мәселелері бойынша Біріккен ұлттар ұйымының конференцияларымен байланыстырады. Мониторинг адамның шаруашылық қызметіне байланысты. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау, бағалау және болжау. Қоршаған орта дегеніміз не? Атмосфера, гидросфера, топырақ және өсімдіктер қабаты, әлеуметтік өзгерістер динамикасы, сонымен қатар техногендік жүйелер. Мониторинг мақсаты: табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау. Мониторингтің мүмкіндіктері қандай? Мониторинг мүмкіндік береді. Алынған деректерді нормалармен, стандарттармен, шекті концентрация мәтіндерімен байланыстыруға, ағымдағы өзгерістердің көздері мен түрткіжайттарды анықтауға, басқару органдарына қоршаған ортаның жай-күйі мен байқалған нормадан ауытқулар туралы хабарлауға, Қазақстан Республикасының аумағында қоршаған орта және табиғи ресурстар мониторингін бірыңғай мемлекеттік жүйесі құрылды және жұмыс істей алады. Мониторинг қызметі көптеген елдерде жұмыс істейді. Жаһандық экологиялық мониторинг жүйесі 1974 жылы құрылды. Бұл жүйенің мақсаттары ол: адам денсаулығына қауіп туралы кеңейтілген ескерту жүйесін ұйымдастыру, атмосфераның жаһандық ластануын және оның климатқа әсерін бағалау, жер беті экожүйелерін қоршаған ортаға әсерін бағалау, ауыл шаруашылық қызметі мен жерді пайдалану нәтижесінде туындайтын экологиялық проблемаларды бағалау, дүниежүзілік мұхиттардың ластануын және оның экожүйедегі әсерін бағалау, халықаралық деңгейдегі табиғи апаттар туралы ескерту жүйелерін жетілдіру. Географиялық мониторинг әдісі ақпарат алудың, электронды есептеуіш машина, деректерді өңдеудің, талдаудың жылдам әдісін және де тағы басқа мәліметтер алу үшін қашықтық әдістерін қолдануды түсіндіреді. Мониторинг сонымен қатар аэрокөзбен шолу әдістер мен жер бетіндегі бақылау көмегімен жүзеге асырылады. Ғарыштық мониторинг мыналарға мүмкіндік береді: қоршаған орта өзгерістердің сипаты мен ошақтарын тез анықтауға, процестердің қарқындылығын және экологиялық жылжулардың амплитудасын бақылауға, техногендік жүйелердің өзара әрекеттесуін зерттеуге. Мониторингтің келесі деңгейлерін бөледі. Биоэкологиялық, санитарлық, гигиеналық мониторинг дегеніміз бұл қоршаған ортаның адамдардың денсаулығына әсері тұрғысынан, мысалы, атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау. Геожүйелік, табиғи шаруашылық мониторинг бұл негізгі геожүйелердегі өзгерістерді бақылау, мысалы, агрожүйелер, өнеркәсіптік аумақтардың урбандалған аудандарды және де тағы басқа. Биосфералық мониторинг жаһандық ауқымдағы ықтимал өзгерістерді қадағалауды, бақылау және болжауды қамтамасыз етеді. Биоэкологиялық және геожүйелік мониторингке сүйенеді. Оларды толықтыра отырып, қоршаған ортаны, биосфераны бақылаудың бүкіл жүйесін қорытындылайды. Аумақтық қамту бойынша мониторинг жергілікті, аймақтық және жаһандық болуы мүмкін. Суретте Норильск қаласындағы жанармайдың төгілу мониторингі көрсетілген. 2020 жылдың 4 маусымдағы Геотон ғарыштық кемесімен түсірілген. Норильск Таймыр энергетикалық компаниясы жылу электр орталығының цистернаның бүліну нәтижесін шамамен 20 мың тонна дизель отыны ағып кетті. Бұл биосфералық деңгей бойынша аймақтық мониторинг. Кешенді геоэкологиялық мониторинг. Тәжірибеде мониторингтің салалық буындары гидрометеорологиялық, гидрогеологиялық, геохимиялық, биологиялық және табиғи жай-күйінің мониторингі.
Кешенді экологиялық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу адамзат алдындағы өзекті міндет болып қала бермек. Слайдта Емельянов бойынша кешенді геоэкологиялық мониторингтің құрылымдылық схемасы көрсетілген. Оған атмосферада мұхит сулары, құрлық сулары, биота, топырақ, литосфера мониторинг, геожүйелік, ландшафттық экологиялық мониторинг және олардың өз ара байланысы кіреді. Осылайша, бүкіл мониторинг жүйесі жеке компоненттер мен тұтастай қоршаған орта кешендерінің жай-күйін бақылаудан тұрады. Сонымен біз географиялық мониторинг әдісімен және оның ерекшеліктерімен таныстық. Тапсырманы орындау кезінде біз географиялық мониторинг әдісінің элементтерін ғана қолданамыз. Тапсырма 1972, 1989, 2000 және 2015 жылдардағы Искандида, Чили ең ірі мыс кенішінің қашықтықтан зерттеу суретін қараңдар. Географиялық атлас карталары мен қосымша ақпарат көздері бойынша нысанды зерттеңдер. Кен орны мониторингінің негізгі көрсеткіштерін кестесін жасаңдар. Бірінші, өзгеріс сипатын анықтаңдар және осы кен орнының болашағын 2030 жылға болжаңдар. Бұл өзгерістердің литосфераға әсерін бағалаңдар. Үшінші, мыс өндірісі ластанудың қандай түрлерін тудырады. Төртінші, жергілікті халықтың денсаулығын сақтау бойынша қандай шаралар қолдану керек. Тапсырманы орындаудың дұрыстығын өздігінен тексеру үшін кестеде бағалау критерийлері берілген және дескрипторлар жазылған. Слайдта пайдалануларына болатын ресурстар көрсетілген.